Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зергерлік бұйымдар. Ювелирные изделия. Мақсаты келешек жоспарың туралы айтып және жазбаша үйрену, зергерлік бұйымдармен танысу. Научитесь говорить и писать о своих планах на будущее, а также познакомитесь с ювелирными изделиями. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Мыс, медь, құжат, документ, тиын, копейка, маңызды, важный, бүрсігіні арғы күні деген боза. Оқушылар, алдымен мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Зергер деген кім? Ол не істейді? Кто такой ювелир? Что он делает? Зергер болу үшін адамға қандай қасиеттер керек? Какими качествами должен обладать ювелир? Зергер қандай заттарды жасайды? Что изготавливает ювелир? Тамаша балалар, сұрақтарға жауап берген болсаңдар, өздеріңді тексеріңдер. Зергер алтыннан, күмістен әртүрлі әшекей бұйымдар жасайтын адам. Ювелир – это человек, который изготавливает различные украшения из золота и серебра. Зергер еңбекқор, жауапты, төзімді, шығармашыл болу керек. Ювелир должен быть трудолюбивым, ответственным, терпеливым и творческим. Зергер алқа, білезік, сақина, шолпы, түйме жасайды. Ювелир изготавливает колье, браслеты, кольца, серьги и пуговицы. Экрандағы сөйлемдерді оқыңдар. Етістіктердің қай шақта тұрғанына назар аудар. Прочитайте и обратите внимание, в каком времени стоит глагол. Алдыңғы сабақта біз ауыспалы келер шақ туралы айтқанбыз, иә? Енді тағы да бір еске салайық. Ауыспалы келер шақ, переходное время глагола, используется для обозначения действий, которые совершаются обычно или всегда, и для действий, которые совершатся в будущем точно. При этом говорящий в этих действиях уверен. Почему же называется ауспалы келер шақ, то есть переходным, так как может употребляться как в настоящем, так и в будущем времени? Образуется с помощью суффиксов «а», «е» и краткой и личных окончаний. Рассмотрим на примере. Исходная форма глагола «бару». «У» мы убираем, добавляем суффикс «а», так как само слово твердое, и плюс окончание третьего лица. Бар-а-д. Также келю. Убираем букву «у», добавляем суффикс «е», так как само слово мягкое, и окончание личное третьего лица. Жасау. То же самое, добавляется только суффикс и краткое, то есть основа слова, само слово жасау, жаса, оканчивается на гласную, и плюс личное окончание третьего лица. Тамаша балалар, ережені түсінсек, жаттығуға кірісейік. Кешке, ертең, бүрсігүні, арғы күні сөздерін қолданып сөйлем құраңдар. Үлгі сіздерге берілген, сол үлгі бойынша. Следующее задание. Используя слова кешке, вечером, ертең, завтра, бүрсігүні, послезавтра, арғы күні, послезавтра, составьте предложение, то есть используя данный образец. Жарайсыңдар балалар, өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Келесі мәтінді бірге
Оқиық. Прочитаем данный текст. Алдымен құтыны қыздырамыз, содан соң алтын саламыз, оны ертеміз, алтынға мыс пен күміс қосамыз. Бұл сонда сапалы болады. Одан кейін еріген алтынды жіп секілді созамыз. Содан кейін оны керекті мөлшерде кесеміз. Ең соңында майыстырып, шынжыр жасаймыз. Әзірге осы жетеді. Сендер нағыз зергер болғанда жүзік беремін. Ол жүзік маңызды құжат. Зергер екендеріңді растайды. Керемет, біз көне тиындарды өзіміз жасап аламыз. Бүгін емес, ертең жасаймыз. Как вы поняли, в этом тексте ювелир рассказывает порядок изготовления ювелирного изделия. Тамаша. Келесі тапсырманы орындайық. Сөйлемнің басын аяғымен сәйкестендір. Сопоставьте начало предложения с концом. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырма. Өзің жасаған бір затты еске түсіріп, оның дайындалу ретін кластер түрінде көрсет. Вспомни вещь, которую ты сделал сам, и покажи последовательность его приготовления в виде кластера. А также при объяснении кластера придерживайтесь порядка, предложенного в учебнике. Оқушылар, егер сіздердің жауаптарыңыз дайын болса, біздің ықтимал жауабымызға қараңыздар. Если вы ответили, выполнили это задание, то обратите внимание на примерный ответ. Біз ұсақ моншақтан білезік жасаймыз. Мы будем делать из мелких бусинок браслет, то есть либо из бисера. Ең алдымен ұсақ моншақпен жіпті дайындап аламыз. Вначале приготовим мелкие бусинки, либо бисер и нитку. Содан соң керек ұзындықта жіпті кесіп аламыз. Затем обрезаем нить до необходимой длины. Содан кейін жіптің ортасын тауып байлаймыз. Затем находим середину нити и завязываем ее. Одан кейін жіпке моншақтарды тіземіз. Затем нанизываем на нить бусины. Ең соңында жіптің соңына ілгекті жалғаймыз. Наконец, к концу нити прикрепляем крючок. Оқушылар, бүгін сіздер сонымен келешек жоспарларың туралы айтып, жазбаша үйрендіңдер, зергерлік бұйымдармен таныстыңдар. Үйге тапсырма. Дәл осыдай жүзіктің дайындалу ретін кластер түрінде көрсетіңдер. Точно так же дома сделайте кластер о приготовлении кольца. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.